Қайырлы күн, құрметті студенттер, физиктер және зерттеушілер. Бүгінгі дәрісімізде біз физиканың маңызды салаларының бірі сұйықтар мен газдар механикасын қарастырамыз. Бұл тақырып бізді қоршаған әлемдегі көптеген құбылыстарды түсінуге көмектеседі. Біз үздіксіздік теңдеуі, Бернулли теңдеуі сияқты негізгі заңдылықтарды, сондай-ақ тұтқырлық, тербелістер мен толқындар сияқты маңызды ұғымдарды талқылаймыз. Бұл білім инженерлік, медициналық және басқа да көптеген ғылыми салаларда кеңінен қолданылады. Осы тақырыптарды тереңірек зерттеуге дайын болыңыздар. Сұйықтар мен газдар механикасы бұл физиканың сұйық және газ тәрізді орталардың қозғалысын, тепе-теңдігін және қасиеттерін зерттейтін саласы. Бұл ғылым гидравлика, гидродинамика және аэродинамика сияқты маңызды бағыттардың негізін қалайды. Ол бізге судың құбырларда қалай ағатынын, ұшақтардың қалай ұшатынын, немесе кемелердің суда қалай жүзетінін түсіндіреді. Бұл саланың принциптері күнделікті өмірдегі көптеген құрылғылар мен жүйелердің жұмысын қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл тақырыпты терең меңгеру болашақ инженерлер мен зерттеушілер үшін өте маңызды. Сұйықтар мен газдардың бірнеше ерекше қасиеттері бар. Біріншіден, олардың молекулалары үнемі қозғалыста болады. Бұл олардың ағымдылығын қамтамасыз етеді. Екіншіден, қатты денелерден айырмашылығы олардың пішіні тұрақсыз және ыдыстың формасына бейімделеді. Үшіншіден, сұйық пен газ ағынды орта болып саналады, яғни олар сыртқы күш әсерінен оңай ағады. Төртіншіден, олардың сығылғыштық қасиеті бар, әсіресе газдарда бұл өте айқын көрінеді. Бұл қасиеттер олардың әр түрлі жағдайлардағы мінез құлқын анықтайды және көптеген инженерлік есептеулерде ескеріледі. Гидродинамика бұл сұйықтықтардың қозғалысын сипаттайтын физика саласы. Ол сұйықтық ағынның жылдамдығын, қысымын және көлемін ескере отырып, олардың мінез құлқын зерттейді. Сұйықтық қозғалысының негізгі заңдарына үздіксіздік теңдеуі және Бернулли теңдеуі жатады. Бұл теңдеулер сұйықтар мен газдардың қозғалысын есептеу үшін қолданылады. Олар құбырлардағы су ағынынан бастап, ұшақ қанаттарының көтергіш күшіне дейінгі көптеген құбылыстарды түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл заңдылықтарды меңгеру гидродинамиканы түсінудің кілті болып табылады. Үздіксіздік теңдеуі сұйықтықтың ағын жылдамдығының сақталуын көрсетеді. Ол 1,2 тұрақты деп өрнектеледі. Мұндағы құбырдың көлденең қимасының ауданы, ал ағын жылдамдығы. Бұл теңдеу сұйықтықтың көлемдік шығыны тұрақты болып қалатынын білдіреді. Яғни, құбыр тарылған кезде ағын жылдамдығы артады, ал кеңейген кезде кемейді. Бұл заңдылықты су құбырларында немесе бақша шлангісінде суды ағызғанда анық байқауға болады. Бұл принцип көптеген гидравликалық жүйелерді жобалауда және талдауда қолданылады. Бернулли теңдеуі бұл идеал сұйықтықтың тұрақты ағын үшін энергияның сақталу заңын сипаттайтын маңызды теңдеу. Ол V2 тұрақты деп өрнектеледі. Мұндағы статикалық қысым E2 динамикалық қысым, ал гидростатикалық қысым. Бұл теңдеу ағын жылдамдығы артқан кезде қысымның төмендейтінін көрсетеді. Мысалы, ұшақ қанатының көтергіш күші осы заңға негізделген. Қанаттың үстіңгі бетімен ауа жылдамырақ ағып, қысымды төмендетеді, ал астыңғы бетінде қысым жоғары болып, ұшақты жоғары көтереді. Тұтқырлық бұл сұйықтық немесе газ қабаттарының бір-біріне қатысты қозғалысына кедергі жасайтын қасиеті. Жоғары тұтқырлықты сұйықтықтар қою болады, мысалы, бал немесе май. Ал төмен тұтқырлықты сұйықтықтар оңай ағады, мысалы, су немесе спирт. Газдардың да тұтқырлығы бар, ол температураға байланысты өзгереді. Бұл қасиет сұйықтықтардың ағу жылдамдығына, құбырлардағы қысымның төмендеуіне және басқа да көптеген құбылыстарға әсер етеді. Тұтқырлықты ескеру көптеген инженерлік есептеулерде, әсіресе мұнай-газ өнеркәсібінде және химиялық өндірісте өте маңызды. Тұтқырлықтың технологияда және күнделікті өмірде маңызы зор. Мысалы, автомобиль қозғалтқыштарындағы үйкелісті азайту үшін майдың тұтқырлығы ескеріледі. Қан айналым жүйесінде қанның тұтқырлығы қан ағысына әсер етеді. Өнеркәсіпте сұйықтықтарды сорғызу және тасымалдау кезінде де тұтқырлық ескеріледі. Әр түрлі заттардың тұтқырлық деңгейлері әр түрлі болады. Судың тұтқырлығы төмен болса, балдың тұтқырлығы өте жоғары. Бұл қасиетті түсіну көптеген салаларда тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
Тербелістер бұл белгілі бір уақыт аралығында қайталанатын қозғалыс. Мысал ретінде сағат маятнигін, гитара шегін немесе серіппеге ілінген жүкті келтіруге болады. Тербелістің негізгі параметрлеріне амплитуда, период және жиілік жатады. Амплитуда тербелістің ең үлкен ығысуы, период бір толық тербеліс жасауға кететін уақыт, ал жиілік бір секундтағы тербелістер саны. Бұл ұғымдарды түсіну физикадағы көптеген құбылыстарды, соның ішінде толқындарды зерттеу үшін негіз болып табылады. Егер тербеліс синус немесе косинус заңы бойынша өзгерсе, оны гармоникалық тербеліс деп атайды. Бұл тербелістер физикада, техникада және музыкада кеңінен таралған. Мысалы, серіппеге ілінген жүктің қозғалысы немесе маятниктің аз амплитудалы тербелістері гармоникалық болып табылады. Гармоникалық тербелістерді математикалық тұрғыдан сипаттау оңай және олар күрделі тербелістерді талдау үшін негіз болып қызмет етеді. Олардың қасиеттерін түсіну дыбыс, жарық және радио толқындары сияқты құбылыстарды зерттеуге мүмкіндік береді. Толқын бұл тербелістердің кеңістікте таралуы. Толқындар екі негізгі түрге бөлінеді: көлденең толқындар және бойлық толқындар. Көлденең толқындарда бөлшектер тербеліс таралу бағытына перпендикуляр қозғалады, мысалы, су бетіндегі толқындар. Бойлық толқындарда бөлшектер тербеліс таралу бағытымен бірге қозғалады, мысалы, дыбыс толқындары. Толқындар энергияны тасымалдайды, бірақ затты тасымалдамайды. Бұл қасиет оларды табиғаттағы және технологиядағы көптеген құбылыстарды түсіну үшін маңызды етеді. Толқындардың ең маңызды қасиеті олардың энергияны тасымалдауы, бірақ затты тасымалдамауы. Мұхит толқындарын мысалға алайық. Су жоғары төмен қозғалады, бірақ толқын энергиясы алға қарай жылжиды. Судың өзі жағаға қарай ақпайды, тек энергия тасымалданады. Дыбыс толқындары да ауа арқылы осылай тарайды. Ауа бөлшектері тербеледі, бірақ олар өз орындарынан алыс кетпейді, тек дыбыс энергиясы таралады. Бұл қасиет толқындарды ақпаратты тасымалдау үшін тиімді етеді. Дыбыс бұл газдар, сұйықтықтар және қатты денелер арқылы таралатын бойлық толқын. Дыбыстың таралу жылдамдығы ортаға байланысты болады. Мысалы, ауада дыбыс шамамен 340 мс жылдамдықпен тарайды, суда шамамен 1500 мс, ал қатты денелерде одан да жоғары жылдамдықпен таралады. Бұл айырмашылық ортаның тығыздығы мен серпімділік қасиеттеріне байланысты. Дыбыс толқындары біздің есту қабілетімізді қамтамасыз етеді және көптеген технологиялық қолданбаларда қолданылады. Дыбыс толқындарының қолданылу аясы өте кең. Гидравликада және аэродинамикада дыбыс толқындары ағындарды зерттеу үшін қолданылады. Медицинада ультрадыбыстық зерттеулер ішкі органдарды көруге және диагностика жасауға мүмкіндік береді. Музыкада дыбыс толқындары әртүрлі аспаптардың дыбысын шығару үшін қолданылады. Сонымен қатар, өнеркәсіпте материалдарды тексеруде, теңіз түбін зерттеуде және басқа да көптеген салаларда дыбыс толқындарының қасиеттері пайдаланылады. Бұл олардың ғылым мен техника үшін маңыздылығын көрсетеді. Бүгінгі дәрісімізде біз сұйықтар мен газдар механикасының негіздерін, оның ішінде үздіксіздік теңдеуі мен Бернулли заңын қарастырдық. Бұл заңдар ағынның қозғалысын түсіндіреді. Тұтқырлық қозғалысқа кедергі жасайтын қасиет. Сонымен қатар, тербелістер мен толқындар табиғаттағы және технологиядағы іргелі құбылыстар болып табылады. Бұл тақырыптарды меңгеру физиканы тереңірек түсінуге және оның практикалық қолданылуын бағалауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.